Milkshake Films Production, Lawrence Bender Production, Дэнни Кеннонның фильмі. Гол. Сантьяго, заттарыңды жина. Тезірек. Бол! Тездет! Қимылдасаңшы енді. Тоқтаңдар! Орындарыңнан қозғалмаңдар! Бұл Америка Құрама Штаттарының шекаралық күзеті. Орындарыңнан қозғалмаңдар! Сантьяго, добың таста! Таста құрғыр допты! Тездет! Бол тез! Бұл Америка Құрама Штаттарының шекаралық күзеті. Орындарыңнан қозғалмаңдар! Лос-Анджелес 10 жыл өткен соң. Сантьяго, не жатыс мынауың? Жүктерді тие, бол қане, тездет! Қандай сымбатты жігіт. Рахмет. Gracias. ¡Fuego, Santiago! ¡Pepito, por ahí no! Vine. Santiago, muchacho, ¿dónde has estado? Santiago. Ya nos llevan con un gol. ¿Nomás uno? Me invitas al baby shower, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? No quiero que nadie se lastime. Sin espinilleras no puede jugar. ¡Para afuera! ¡Párate! Síguelo, 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 síguelo. ¿Y ahora? Villeras. Cálmala, cálmala. Despacito, despacito, hombre. ¡Por la banda derecha! ¡Tú! Así vas a... Cálmense, ya llegó Santiago. ¡Crúzala! Santiago, páquetela. ¡Por vivir así! Para vivir así. ¿Cómo podríamos vivir? ¿Cómo podríamos vivir sin ella?
cambiar las llantas. Lo que tengo que hacer, tiene que bajar el precio. ¿Por qué me haces venir hasta acá y no quieres dar? Hay que hacer más racionamiento. Esa parte. Қалың қалай? Ойын қалай өтті? 4-2, біз жеңдік. Оның екеуін мен соқтым. Тағы бір гол соғым керек еді. Испанша сөйле. Әкем не істеп жатыр? Әкең жүк көлігін сатып алмақшы. Не үшін? Екеуің жеке жұмыс істеу үшін. Муниез бен ұлы. Қалай, ұнай ма? Бізге бермек сол ма? Қосымша жоспары бар. Қандай? Америкалық арман. Ұтысқа ие болу. Не болды? Тым көп сұрайды. Қырсық. Балам, тамақ ішіп кетсеңші. Басеке, көмекші болғаныма жарты жыл болды. Даяш ет тағайындамайсыз ба? Бұл Қытай мейрамханасы. Ал сен Қытай емессің. Бірақ біз Америкадамыз ғой. Екеуміз де америкалықпыз. Жасыл картаң бар ма? Болса даяш болам ба? Жоқ. Сен Қытай емессің. Тездет! Томи артқа шегін. Томи қапталда ойна. Қане? Бұл кубок финал емес қой. Ол не бәрі жетіде. Баланы жастан демей ме? Шынымды айтсам, Томи футболды жақсы көрмейді. Қап! Қап! Қане, Том! Рахмет. A Santiago, a Santiago. Vámonos, pásala, pásala. Жақсы ойнайды екен. Иә, жақсы ойыншы. Сіз бе оған үйреткен? Құдайдың берген дарыны ғой. Дегенмен оған бірдеңе жетіспейтін секілді. Теңгерімі нашар. Алаңды дұрыс көрмей ме? Қарсыластар да солай ойлайды. Ал ол болса гол соғады. Жарайсың, Сантьяго. Керемет ойын болды. Жақсы ойнадың, бауырым. Кәсіби командада ойнап көрген жоқсың ба сен? Кәсіби командада ойнау үшін жоқ дегенде колледжде оқу керек қой. Солай емес пе? Келесі ойын қашан? Сенбі күні? Осында келе жатып жол жөнекей бір кісімен таныстым. Өзі футбол агенті екен. Сенің ойыныңды көрсе жақсы болар еді. Кешірім өтінем, мырза, жұмысқа баруым керек. Кезінде мен де доп тепкенмін. Рас па? Қайда? Англияда. Ойыншылар таңдаумен де айналысқам. Англияда дейсіз бе? Есімің кім болады? Сантьяго Мунез. Глен Фой. Сантьяго! Қане, тезет! Сен бүгіні көріскенше, Сантьяго. Córrale, córrale. Тезет, кеттік! Агент деген кино жұлдыздарында болады. Ал саған агенттің не керегі бар?
Бәрі өзгерер деген үміттемін. Кім білсін? Тұрмысымызды түзеудің жолын білемін. Жүк көлігін сатып алып, жеке ісімізді бастаймыз. Қалғаны бос сөз. Socio. Lo demás son pendejadas. Otra cerveza. Pinche chavalo. Барри, есть минутка? Для тебя всегда, Глен. Я видел, простой мексиканский парень из предместья. И был... Білесің ғой, Барри, мені таңғалдыру оңай емес. Ал әлгі жігіт көңілімнен шықты. Сол сияқты бір ойыншы бар еді ғой, Жармен Дефо. Глен, ол жайында әңгіме қозғамай-ақ қояйық. Бұл жігіт сенбі күні орталықтағы колледждің жанында футбол ойнайтын болады. Жарайды, қайда екенін айтсаң болды, сол жерден табыламын. Қуаныштымын. Ал жарайды. No es nada, muchacho, no te preocupes. Вэл, телефоныңды бере тұрш. Рахмет. Рахмет, қымбаттым. Алло, Глен? Достым, жоға ұмытқан жоқпын. Іскерлік кездесуде болдым. Қолым тиген жоқ, рас айтам, шұғыл шаруа шығып қалды. Иә, достым. Тыңдаш, әлгі жіктің ойынын видеоға түсіріп жібере салшы маған. Жарай ма? Глен. 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 Оңбаған. Қане! Иә! Жарайсың! Гол! Иә! Иә! Иә, алға жігіттер! Жарайсың, балақай! Жарайсың! Сантьяго! Біз жеңеміз! Әжетай, Тамаша ойнадың. рахмет, әже. Сантьяго, керемет ойын болды, жарайсың. Рахмет. Мынау менің інім. Сәлем, балақай. Мынау әжем. Мынау менің қызым Вэл. Сәлем. Сәлем. Сіз әлгі агентсіз бе? Жоқ, бұл кісі агентпен келіскен болатын. Ол жігіт келмей қалды. Қолы тимей қалған екен. Олай болса, келесі ойынға келер. Жоқ, өкінішке қарай ол келе алмайтын шығар. Келмей ме? Ертең Англияға қайтпақшы. Мен де кетемін. Әкемнің сөзіне құлақ асуым керек еді. Қиялды ғой, есіңді жи деп еді. Дегенмен сізге рахмет. Рахмет. Алло, бұл кім екен? Бұл Глен Фой. Глен Фой? Біз таныспыз ба? Қалай айтсам екен, сіз команда басшысы болған кезде жолыққанбыз. Мені командадан шығарып жіберген болатынсыз. Бірақ сізге өкпем жоқ. Солай ма? Түн жарымда қоңырау шалатындай қандай жағдай болды? Мұнда бір жақсы ойыншыны байқап қалды бедім. Тума талант деуге болады. Қандай командада ойнайды? Жергілікті командада. Айтайын дегенім, мен ертең елге қайтам. Маған сөз бересіз бе? Алдыңызға барса, сізден өтініп сұрайым. Қабылдаңызшы. Саған сөз беруім керек пе? Иә, дәл солай. Оның ойынын көрсеңіз болды. Сізден өтініп сұрайым.
Келісім берсем, маған ұйқы бересің бе? Иә, Дорнхелл мырза. Ендеше келістім, Фой мырза. Ең Сантьяго, бастысы, Сәлеметсіз бе? қалың қалай? Жақсы, рахмет. Мұнда қайдан жүрсіз? Бапкеріңнің мекен жайын біліп алдым. Бұл кім? Футбол ойнағанды көрген, Англиядан келген кісі. Сенің ойнағаныңда Англиядағы Ньюкасл Юнайтедтегі бір кісі көргісі келеді. Ньюкасл Юнайтед бе? Ол атақты клуб қой. Иә, өте жақсы клуб. Не шатып тұр мынау? Англияға футбол ойнау үшін барамын дейсің бе сонда? Ол қолымнан келеді деп сенеді. Болмайтын нәрсені айтып, оның басын қатырмаңыз. Өзіңізді кім деп тұрсыз? Ал сен жөні дұрыс жұмыспен айналыспайсың ба? Қиял қумай. Жүр, кеттік. сіз одан тым көп нәрсе талап еттіңіз, сеньор. Бір ауыз сөзге сеніп, сонау шалғайға барсын деп тұрсыз ба? Бапкермен келісіп қойдым. Оның ойынын көреді. Бәрі өзінің қолында. Ендеше көзіме тура қарап сұрағыма жауап беріңізші. Әже, Біздің Санти кәсіби ойыншы бола ала ма? Қолынан келеді деп сенем. Әке, жүрейік. Әйтпесе шаққа үлгермей қаламыз. Мынау менің визиткам. Барлық нөмірлерім жазылған. Шешім қабылдаған соң хабар бер. сау болыңыз. Сау болыңыз. Жете ме? Нені айтасың? Аяқ киімге ақша жасырып жүргеніңді бәрі білет. Баратын болдың ба? Енді әжем рұқсат етті. Ал әкемше. Одан әлі сұраған жоқпын. Англия өзі алыс па? Жолға 400 долларым ғана бар. Көзіңді жұмда ұйықта. Қане? Санти, қимылдасаңшы бол. Көрдің бе? Ақшаңды әкел. Рахмет. Әке, бұған қалай дәтіңіз барды? Жүк көлігіне 4,5 мың төледім. Сенен 1200 ғана алдым. Бірақ бизнестің жартысы сенікі. Бұл жақсыз. Ақша нұрлап алдың. Сіз араласпаңыз, апа. Не үшін жинап жүргенді білесіз ғой? 2 аптада керекті соманы жинап бітер едім. Не үшін? Қиял қуу үшін бе? Англияға барып кәсіби футболшы бола қалам дейсің бе? Бос сөз. Алданып қалсаң, құжатсыз қалай қайтпақсың? Мүмкіндік туып тұрғанда, өзіңіз сияқты күн көру үшін одан бас тартуым керек пе? Мен отбасымда асырап отырмын. Мексикада белім қайсып құрылысшы болдым. Түнде мейрамхананың еденін жудым. Бәріңді сүйреп Америкаға алып келдім.
Шешем бәріміз тастап кетіп қалғанда, сендерді асыраған мен емес пе едім? Басқа кім еді? Апам туған араластырмаңыз, әке. Баспанаға қол жеткіздім. Енді міне өз кәсібімді аштым. Бәріне еңбекпен ғана жетесің. Нағыз еркек болсаң осылай өмір сүр. Бұл сенің өмірің. Менікі емес. Ханымдар мен мырзалар, бүгін клуб үшін қуанышты күн. Гевин өте талантты ойыншы. Және ол біздің командадан лайықты орын алады деп сенем. Оған зор құрметпен мынаны табыстаймын. Ол біздің қолымыздан келеді. Ол үшін қалған ойындардан ең жоғары ұпай жинау керек емес пе? Иә. Бұған дейін клубтың кемшіліктері болғанын мойындаймын. Бірақ командаға мен келдім ғой. Мен ақша немесе атақ үшін келген жоқпын. Мен жеңіске жетуді жақсы көрем. Ұпай жинау түк емес. Солай емес пе? Әкең қайда? Жүк көлігінің сайманын алуға кетті. Жақсы. Бұл әңгімені ол естімеген шөн. Сан-Диегоға баратын пойызға билет. Мехикоға баратын автобустың билеті. Мехикоға дейсіз бе? Иә. Лондонға Лос-Анджелестен ұша алмайсың, заңсыз жүрсің ғой. Міне билет. Тура бір аптадан соң жол жүресің. Әже, мұны қалай сатып алдыңыз? Өмір бойы жұмыс істедім емес пе? Жиған тергенім. Иә. Нен саттыңыз? Кепілге не бердіңіз? Көненің көзі ғой. Ескі заттар. Өте ескі заттар. Сонда өзімнің жеке бөлмем бола ма? Бергел. Мен кетіп қалсам, үй тапсырмасын қалай орындайсың? Орындайды ғой. Суға түссеңші, сасып тұрсың ғой. Бүгін кетем бе? Әрине. Әкең келмей тұрып шығып кет. Білесің бе? Шешелерің тастап кеткенде, екі құлыншағымды ештеңеден кендетпеспін деп Құдайдың атымен ант еткенмін. Берілген мүмкіндікті пайдалану керек, Сантьяго. Ала ғой. Ньюкасл Юнайтедте ойнайым деп үміттенем. 1 минут. Мына жігіт сіздің командаңызды ойнағысы келеді екен, Хендерсон мырза. Ньюкаслда ма? Иә, мырза. Жақсы, бізге ойыншылар керек. Глен, телефон. Глен, жоғары қабаты зақымданған, солай емес пе? Алло? Кім екен?
Сантьяго! Англияға келдің бе? Қайдасың? Білмеймін, Лондонның бір жерінде тұрмын. Айтпақшы, Глен. Ньюкаслға қалай жетем? Назар аударыңыздар, Лондон Кингс Кросстан келген пойыз 4-ші платформаға келіп тоқтады. Сәлем, жағдайыңыз қалай? Лос-Анджелестен хабарласпайсың ба? Келетініңді айтпадың ғой. Келгенім дұрыс болмады ма? Жоқ, о не дегенің? Сені көргеніме қуаныштымын. Әзірше біздің үйде тұра бер. Сосын... Жарайды. Тұңға хош келіпсің. Ол не тағы? Жордилықтар тұратын жер. Қалай сонда? Жордилықтар тұратын жер. Жергілікті тұрғындар солай атайды. Әлі үйреніп кетесің. Мультфильм кейіпкерлерін айтасыз ба? Бакс Банни деген қоян. Солар ма? Рахмет. Өзіңіз жалғыз тұрасыз ба? Иә. Қызымды өткен жолы көрдің ғой. Ал жұбайыңызшы? 1 жыл бұрын обырдан көз жұмған. Кешірім өтінем. Айтпақшы. Әжем мынаны сізге беріп жіберді. Бұл? О, керемет. Ол мұны бала кезінен сақтап келеді. Католик дінін берік ұстанамын деп айта алмаймын. Ол сізді қайырымды жан деп есептейді. Сантьяго, кешкі астайын. Сантьяго? Футбол саласында жұмыс істейсіз деп ойласам? Бұрын істегем. Қазір мына ескі көліктерді ермек қылып жүрмін. Көлік жөндейсіз бе? Иә, жөндеу жұмыстармен айналысам. Клубта сағат 10-ға дейін бәрібір ешкім болмайды. Допты қайда тептің? Жоқ. Мырза, добымды қайтарыңызшы. Керемет ойнайды екен.
Иә, дәл цирктегі қойылым дерсің. Мінекей, стаңдар. Команда ойыншылары Гевин Харриспен сиспай жүр деп естідім. Иә, 5 жылда 3 клубты босқа ауыстырды дейсің бе? Оның орталықта ойнағаны жөн. Қапталда жүрсе сасқалақтап. Дұрыс ойнай алмайды. Иә, дұрыс айтасың. Немене маған бажырайып қарайсың? Кешіріңіздер, әңгіме ойын жайында ма? Иә. Футбол ма? Иә. 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 Футбол басқа не болушы еді? Өзің қайдан боласың? Лос-Анджелестен. Енді Шарлиз Терренді танитын боларсың. Үріп ауызға салғандай. Мұнда қайдан жүрсің? Ньюкасл Юнайтед ойнағым келеді. Жаңа ойыншысың ба? Иә? Рас айтасың ба? Иә, бүгін баратын шығармын. Солай ма? Ендеше майлы шұжықты көп жеме балам. Мынау неден жасалған? Сен сұрама, мен айтпайын. Онда футболды ерекше қастерлейді. Лондонда бірнеше команда бар. Мидлендте де солай, Манчестерде 2, Ливерпульде де 2 команда, Глазгоның өзінде 2 команда бар. Ал бізде жар дегенде жалғыз команда. Стадионды көрдің бе? Қараш. Мәс саған. Бас бапкер ме? Эрик Дорнхельм. Дорнхельм мырза. Саспа, көзіне тік қарап сөйле. Көз қарасым сонша маңызды деп ойламаймын. Доп тебуіме қарайтын шығар? Дорнхельм мырза, кешіріңіз, сәлеметсіз бе, мен Глен Фоймын. Сәлеметсіз бе? Мына жігіт туралы айтып едім ғой. Сәлеметсіз бе? Лос-Анджелестен келген. Сантьяго Мунес. Қашан сөйлесіп едік? Түн ортасында қоңырау шалғанымда. Оның аяқ алысын көремін деп сөз берген едіңіз. Иә, қазір. 1 минут. Ұнай ма? Иә, жақсы екен. Мен сияқты ойнасаң, сенде де сондай болады. Қолында сағатың бар, анау-мынау емес. Өз қымбат сияқты. Айта қойшы, сағат неше болды? Кешір бас екен. Бір жігіттің халін сұрауға ауруханаға кіріп шықтым. Оған өз футболкамды сыйладым, түсіріп алатын тілшілер болмады әттең. Бос сөзді ғой. Журналистердің сені күткеніне бақандай 50 минут болды. Қане тез бар. Сосын бүгін 2 есе ұзақ жаттығасың. Түсіндің бе мені? 2 есе. Қап. Қайда ойнайсың? Лос-Анджелесте. Ол... Позицияңды айтамын. Негізі шабуылдаушымын. Бірақ орталықта да ойнай алам. Футбол жақсы көрем. Ендеше не тұрыс? Алаңға шықсын. Өнерін көрейік. Жақсы, көп рахмет. Жолың болсын. Мұнда екенсің ғой. Қал жағдайың қалай? Жақсы. Жарайсың. Мел Бруйт айт. Мен 2-ші бапкермін. Глен екеуміз жұмысты бірге бастағамыз. Сондықтан бауырым, маған сенуіңе болады. Рас па, рахмет мырза. Мырза емес, бапкер де. Мырза деп ойынды сынауға келген адамды айтасың. Оқтың ба? Қане, дайынсың ба? Иә. Жақсы, кеттік. Жүрсеңші. Бәрі жақсы болады. Иә. Қане? Көзіңнен таса қылма. Қане, пас берсеңші. Бұрышқа деп. Сантьяго, жартылай қорғаушы боласың, жарай ма? Гевин танисың ғой? Жоқ. Соның артында жүр. Жарайды. Анау жігіт көрдің бе? Иә, сонда. Эдди ойыннан шығар. Эдди, алаңнан шық. Жарайды. Жейдеңді киіп ал. Қане, іске сәт. Мэл, мұнауың кім тағы? Мексикалық жігіт. Өзің қарайлас. Айтсаң болды. Қане, пас бер. Мұнда.
Былай тепсеш. Маған теп. Қалың қалай, Мел? Жаман емес. Сәлем, Бобик, жағдайың қалай? Рени! Анау жігітке де берсеңдерші. Мұнда! Мұнда! Міне, міне, міне! Алло, қаттырақ сөйлеш. Қане! Қанша? Кейін сөйлесейік. Соқ! Ай, анау жігітке беріңдер! Қане, соқ! Байқаңдар, қанша? Адиос, амиго! Сантьяго! Бар, жуынық бел. Не деп тұрсың? Маған ондай ойыншы керек емес. Ол өзін дұрыстап көрсете алмады. Мел, менің айтпағым бұл жолы. Глен, не болған білмеймін. Аяғым жүрмей қойды. Ертең жақсы ойнайым, сөз берем. Ертең деген болмайды, Сантьяго. Көлікке отыр. Әкем қиял қуып босқа өре болма деуші еді. Нағыз еркек тер төгіп жұмыс істейді, отбасын асырайды. Сөйтіп өмірден өтеді, ал қалғанның бәрі бос әурешілік дейтін. Кешіріңіз, мырза. Маған алаңдамаңыз, бір адамды іздеп жүрмін, маңызды әңгімем бар. Кіремде шығам. Иә, кешіріңіз. Дорнхелм мырза. Мен Глен Фойман. Таңертең жолығып едік қой. Шақырусыз келгенім үшін кешірім өтінем. Қызықты әңгімелеріңіз тәмам болған шығар. Көңіліңізге келмесін. Сіздің мұнда келгеніңіз мүлде орынсыз. Қоңырауыма жауап берсеңіз, мұнда келмейтін едім. Сізге не керек? Әлгі жігіт. Сантьяго Мунес. Мына жерге отырасыз ба? Өзіңіз болса қолыңыздан телефоныңызды тастамадыңыз. Қайта-қайта батпаққа аунап жатқанын көзім шалды. Дегенмен жақсы бір сәт болды. Ол Магауанды орағытып өтіп, допты алды. Оны көрдім.
Жаман емес. Бұл жердің асы дәмді деп естігем. Білесіз бе, командамен жұмыс істеп жүргенімде, жаңбырдың астында жанталасып, доп теуіп жүрген жігіттерге қарап ойлайтынмын. Бірақ мені таңғалдырып көңілімнен шыққан біреуі болған емес, ешқашан. Осыны ескеріңіз. Оған бір ай уақыт беріңіз. Өтінем сізден. Өткен күннен қалған естеліктерді ақтарып тұрмысың? Жай, қарап жатырмын. Суреттерді әйелім жинаған. Жоғары лигада ойнағаныңызды айтпадыңыз ғой? Иә, ойнағаным рас, бірақ ұзағынан болмады. Неге? Тіземнен жарақат алдым. Қара, шолақ шалбарым қысқа, ал шашым ұзын болатын. Қазіргі ойыншылардай 8 миллион алған жоқпыз. Нағыз қаһарман едіңіздер. Иә, футболшылардың көбіне қаһарман ретіне қарайды. Тіпті ертеліге шахтада тер төккен әкем де солай ойлайтын. Міне, ала ғой. Жоқ, мұны ала алмаймын. Жай киіп көрсеңші. Жараса ма, соны көрейін дегенім ғой. Одан не шығар дейсіз? Не шығатынын көрерміз. Сенің бір ай уақытың бар. Қане, әжеңе қоңырау шал. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Бәрің тыңдаңдар, мынау Сантьяго Мунес. Мексикадан келген. Жоқ, Лос-Анджелестен. Лос-Анджелес пе бәрібір. Бүгін оған өздеріңнің кім екендеріңді көрсетіңдер. Түсіндіңдер ме? Ендеше кеттік, алға! Қане, тез, тез! Қане, Джонни, аянып қалма. Қане! Жарайсың, Фредди, алға! Он бес, 16, 17. Санти, мен Мексикада болғамын. Рас па, қалай екен? Бір апта бойы ішім ауырған. Бір күні сенің де жұлдызың жанар. Бірақ бүгін емес. Қане, қимылда! Міне, Рахмет. оқасы жоқ. Мына жерге отырыңыз. Жарайды. Жақсы. Қысымым жоғары шығар. Неліктен? Өйткені сіз маған жақын тұрсыз, әрі иісіңіз аңқып тұр дегендей. Қалыпты. Таразға тұрыңызшы. Жақсы. Есіміңіз кім? Хармисон медбике. Есіміңіз сұрадым ғой. Оны біліп қайтесіз. Мекен жайымды, жұлдызнамалық белгімді, кешкісі не істейтінімді сұрап әуре болмай-ақ қойыңыз. Ал енді қан аламыз. Рас па? Ине салғанын ұнатпаймын. Тән таңбаңыз бар екен ғой, әлде уақыт шама.
Жоқ, бас кесердің белгісі ғой. Бұзақы топ мүшесіз бе? Бұрын болғам. Одан шығудың тек екі жолы ғана бар. Не түрмеден бірақ шығасың, не менің жағдайымдағыдай әжем дұрыс жолға салады. Қап! Кешірім өтінем, бұзақы жігіт. Саған не керек өзі? Ештеңе емес, өзіңе не керек? Қане, Не болды? Назар аударма, көк соққан біреу. қане. Қане қойыңдар, ей! Қойшы соны. Әлі көрсетемін саған ақмақ. Қайтейін деп едің ол ақмақты. Нақұрыс. Болды, қойыңдар! Саған қанша уақыт берді? Бір ай. Бір ай ма? Бұл тым аз ғой. Маған жарты жыл уақыт берген. Бұған дейін Транмер Роверсті ойнағамын. Негізі 14 жасымнан бастап ойнап келемін. Рас па? Қандай жоспарың бар? Әлі көре жатармыз. Мынау Гевин Харрис. Клуб оны 8 миллионға сатып алды. Өзіңе қыз теке дос тауып алғансың ба, Джейми? Хьюимага оның жасы 34-те. Орталық қорғаушылардың аяқтарын сындырмай тыныш таппас ол. Маған сонша шүйлігіп алған нес? Сен жаңадан келдің. Әрі бойыңда онда жоқ ерекше дарын бар. Дарын дейсіз бе? Иә. Әдетте ойыншылардың көбі бар күш жүгерін салып ойнайды. Олар өздерінің осал тұстарын көрсетпес үшін тер төгеді. Ал ұлы футболшылар, яғни бойында дарыны бар ойыншылар, әрдайым тәуекелге барады. Өйткені өздеріне сенеді. Қане, күртеңді шеш. Жерге тастай сал. Ал, жарайды. Доп оларды емес. Олар допты басқарады. Ұстаңыз. Көрдің бе? Екі күртемен доп болса, басқа ештеңенің керек жоқ. Болдың ба, бауырым? Болдың ба? Иә. Кешіріңіз. Өтінем? Санти, Неки. рахмет. Достым, айтпақшы, кешкісін қыдырып қайтсақ қайтеді. Түнгі клубқа барып, ішімдік ішіп, қыздармен танысып дегендей. Қалай қарайсың? Жақсы, оған құжат қажет емес пе? Құжат па? Иә? Құжат дейсің бе? Иә, мұнда ішімдікті қанша жастан бастап ішуге рұқсат берілген? 11 жастан бастап. Гавин! Ай, балақай, қолтаңба керек болса клубқа жаз. Оқтың ба, ақмақ? Элвис, не танымай қалдың ба? Мен де клуб мүшесімін. Сен алғаш көруім, ей. Мен онша көп қыдырмаймын. Харминсон Медбике. Сәлем. Бізбен клубқа барғыларың келмей ме? Жоқ, мұнда тек байсымақтар келеді. Өздерің қайда барасыңдар? Спайгласқа. Барамыз ба? Иә, Кеттік. иә. Иә. Мінеки, алыңдар. Жақсы шарап екен. Сірә сен жақтан болар, Испаниядан ба? Жоқ, мен Лос-Анджелестенмін. Ал мен Мерсисайдтамын. Лос-Анджелес пе, Мерсисайд па? Екеуің мұнда қайдан жүрсіңдер? Енді айта бер. Біз Ньюкаслда ойнаймыз. Ойыншылармен жақын араласпайым дегенің қайда? Алаңдама. Оларды әлі қосалқы топқа қабылдаған жоқ. Қарапайым жігіттердің бірі болса, әзірге мүмкіндігің бар. Кешір, нені меңзеп тұрғанын түсінбедім. Ештеңе өзгертпе дегені ғой. Қарапайым болып қала бер. Осында келгелі өмірімде біраз өзгерістер болды. Мен жоқшылықты көріп өстім. Әкем жәрдемақыға өмір сүреді, ал шешем ішкілікке салынған.
Сені есіме түсірдім. Бақайыңды айтам. Не? Тырнағыңның астындағы сеңді айтам. Не? Оны не үшін айттың? Команда жігіттерін түгел киімсіз көрген шығарсың. Не айтқың келіп тұрғаныңды білем. Ерсі сұрақ қоймай-ақ қой. Жоқ, менің ондайда жұмысым жоқ. Ендеше не сұрамақсың? Кімнің қолаңсасы бар? Сенде болғасын қысылып айта алмай отыр. Жоқ. Қане, соқ! Осылай, Мэл, 5 минутқа келші. қазір. Рахмет. Бір дегенде, қақпаға қарай. Бар пәрменіңмен жүгір. Оқтың ба? Иә. Бір. Артқа қайт. Қайтадан. Бір. Не оқтың? Алыстан да гол соғуға болады, солай ма? Жоқ. Доптың жылдамдығы сенікінен жоғары. Пас беру керек, оқтың ба? Бұл командалық ойын. Төсіңдегі жазу арқаңдағыға қарағанда маңыздырақ. Оқтың ба? Иә. Сау бол. Көріскенше Санди. Жақсы. Бүгін Ньюкасл Юнайтедтің тағдыры шешілетін күн. Маусымның аяғына дейін небәрі 3 ойын қалды. Еуропаның үздік командалары қатарына кіру үшін барлық ойында жеңіске жетуі керек. Бүгінгі ойынды қоса алғанда. Мәссаған. Дайынсың ба? Челсиді жеңу оңайға түспесі анық. Команда кілең жұлдыздардан құралған. Дұрыс айтасың. Ойынға келдім. Иә, сәлем, Фрэнки. Жағдайың қалай, достым? Кейінірек көрісерміз. Жігіттер. Бұл не қылғандары? Мынаған не болған? Өкінішті. Ньюкасл әлі бірде-бір рет гол соғуға ұмтылған жоқ. Қап! Шаршап қалған сияқты. Иә, тәп-тәуір келе жатқан добынан айырылып қалған несі. Босқа сандалып жүр. Жарақат алған шығар. Жоқ, ашып алған. Басқа ойыншымен алмастыр. Шола! Көрдің бе? Ньюкаслдың жағдайы қиын. Жетпеген осы. Онсыз да команданың тең жартысы жарақат алған. 10-шы шығады. 23-ші кіреді. Не істеу керектігін білесің. Арғы қапталмен ойна, мақұл ма? Бұл қалай болған әйгілі Гевин Харристі алмастырмақ па? Не, мен бе? Иә. Гевинді алмастырмақшы. Мұнысы несі? Бапкерлері есінен ауысқан ба? 10-шы Гевин Харрис ойыннан шығады. Оның орнына 23-ші Шоба Амеоби келеді. Мен неге шығардың? Отыр. Ойынның аяқталуына 5 минут қалды. Әлі есеп ашылған жоқ. Алайда Челси басымдық танытуда.
Гол! Гол! Ақыры гол соқты. Голдың иесі Патрик Клуйверт. Иә. Иә. Не болды? Жарақат алдың ба? Жоқ, жақсы жаңалығым бар. Қандай? Мені қосалқы құрамға қабылдады. Керемет. Менің бір апта уақытым ғана қалды. Осы ойында тағдырым шешіледі. Бастық жақсы ойнайтынымды көрсе, мені командаға алады. Көрет, уайымдама. Тоқта, сен Ньюкаслда ойнайсың ба? Иә, Ендеше мына жерге қолтаңбаңды қалдырып кет. жақсы. Жақында барлығы сенен қолтаңба сұрайтын болады. Онда тұрған не бар? Футболшыларды неге жақтырмайсың? Мәселе онда емес. Атақ адамды бұзады. Бұл сөзіме әкем дәлел. Ол рок-группада ойнап, 5 минуттық атаққа мас болды. Солай ма? Оны тануым мүмкін бе? Танымайтын шығарсың, ол кезде мен 3-те ғана болатынмын. Кейбір ойыншылар маған әкемді еске түсіреді. Басында жап-жақсы қарапайым жігіт болып жүретті, байлық пен мансапқа мас болып отбасын тастайтын оңбағандарға айналады. Ал бізді шешеміз тастап кеткен. Неліктен? Не болды? Әкем ол туралы ешқашан айтқан емес. Тек оның ашуға мініп, ішімдікке салынғаны ғана есімде. Әкем футбол ойнағанымды көрген емес. Ал мен футбол десе ішкен асымды жерге қоям. Сабақтан кейін де демалыс күндерде доп қуалайтынмын. Күндердің бір күні футбол өмірімнің мәніне айналар деп үміттендім. Осы мақсатыңа жету үшін сонау шалғайдан келдің бе? Бұл Құдайдың қалауы. Әкеме неге айтпайсыз, әже? Нені? Сантьяго хабарласты. Өзінің көңілі көтеріңкі. Ойын жайлы айтсаңызшы. Ертең кешке ол қосалқы командада ойнайды. 3 аптаның ішінде осында жетістікке жетті. Керемет емес пе? Неге қуанбайсың? Ол маған бір сөз айтпастан. Ұры секілді ұрланып қашып кетті. Енді онда шаруам қанша? Жиналыңдар, жігіттер. Отырыңдар, бәрің тыңдаңдар. Дагердің сіңірі қалтына келген сияқты. Сен бір тайым ойнайсың. Сантьяго, сен 10 қапталды ойнайсың. 8-ші нөмірлі ойыншыдан көз алма. Ол айлал ойыншы. Джейми, сен 2 шабуылшыға қарайсың. Естеріңде болсын, оларға еселерін жібермеңдер. Иә. Ал кеттік, іске сат. Олар жеңеміз, жігіттер. Жеңеміз, Қане, жігіттер, кеттік. жеңеміз, қане. Жеңеміз. Жүріңдер, кеттік. Кеттік. Қосалқы ойын. Ньюкасл Юнайтед және Манчестер Юнайтед. Не болды?
Оған не болған? Артқа шегініңдер. Оң жаққа барыңдар. Сантьяго, мұнда кел. Аут! Әй, саған бәлкім қызыл жейде кию керек шығар. Әйтпесе бізді ұятқа қалдырасың. Қалайсың, амансың бі өзі? Осы да жетер. Не, сен бар, алаңға шық. Қане? Барып соға түсіп кел, балам. Саған не болды? Босаңсып кеткенің не? Қандай да бір мәселе болса маған айт. Жарайды. Білмеймін. Санти, техникаң жетілген. Лайда мұнда ойнауыңа сәл төзімділік жетіспейді. Бәлкім Лос-Анджелеске қайтуың керек шығар. Сені командаға қабылдай алмаймыз. Иә, Роз осында ма? Рози саған келіп тұр. Мәс саған. Апа, қазір киініп келейін. Сіз әлгі Лос-Анджелестен келген жігітсіз бе? Иә, атым Сантьяго. Қазір төменге түседі. Рахмет. Бірдеңе ішіп жейсіз бе? Жоқ, рахмет. Ол жерге 3 жыл бұрын күйеуіммен саяхатқа барғанмын. Сансет көшесіндегі Хиат Хауске айылдағанбыз. Қазір ол Риот Хаус деп аталады, білетін шығарсың. Танысқаныма қуаныштымын, Сантьяго. Мен де қуаныштымын, ханым. Ата әдемі екен. Барсаңшы енді. Не болды? Мен саған өтірік айттым. Тексеруде. Менің демікпен бар. Оларға айтпадың ба? Айтсам сынақ мерзімін бермесет. Енді айтсаңшы. Тым кеш. Мені шығарып тастады. Қап, Санти. Өкініштақ. Сенмен қоштасуға келдім. Кетесің бе? Иә, ертең. Неге асықтың? Роз, командасыз мұнда не істейм? Басқа команда табарсың. Неткен ақмақ ем. Қолымнан келет деп ойладым. Ең өкініштісі. Жақын адамдарымның сенімін ақтай алмадым. Жа, қайғырма. Гленді әжемді жерге қараттым. Кез келген ойыншының алтында кедергі кездеседі. Сен бұл қиындықты шеңесің. Жоқ, бір-бірімізді жақсы танымаймын.
Сіз... Жоқ. Сен ойыннан шығарып тастағаны сол екен ғой жек сұрын. Оңбаған. Әлгі апал сіңлілердің қасынан келдің бе? Сен бірінші емессің. Парадайз такси. Маған шұғыл такси керек. Бұл Гевин Харрис. Ал мен Клин Иствудпын, ал керек болса. Рас айтамын, бұл мен. Маған шұғыл көлік керек. Гордон, сен Блэк Ойлда жүрсің бе? Не болды? Гевин Харристі жеткізіп салу керек. Менде адам бар. Ол атақты футболшы ғой. Қане, соған жет тездер. Жарайды. Соны алып кетші айналайын. Қалдырма. Оқтым дейм. Бұрылуға тура келеді. Әулиеге қауіп төніп тұр. Оқтың ба, бауырым? Сен Лос-Анджелестен келген жігіт емессің бе? Жаттығуға бара жатсың ба? Жоқ, вокзалға. Неге? Мүмкіндігімнен айырылып қалдым. Жақсы, жолшыбай айтып бересің. Кеттік. Демек сен Гевин Харриссің ғой. Дәл өзі. Оңбаған. Естідім. Кеттік, Санти. Сізді қалай құрметтейтінімді жақсы білесіз. Даунхелл мырза, бұл жігітті жібере салсаңыз үлкен қателік жасайсыз. Мен онымен бірге де оған қарсы командада ойнадым. Өте талантты жігіт. Техникалық жағынан. Не? Сенің жақсы ма? Енді... кем түспейді. Кешегі ойында ол ингаляторын жоғалтып алды. Оның демікпесі бар. Түсінуге тырысыңыз. Бұл рас па? Иә, бірақ оны білдірмеуге тырыстым. Өтірік айту шаман әдет. Ал демікпенің емі бар. Дәрі-дәрмек ішіп, инемен емдеуге болады. Оны дәрігерің айтпап бет? Менде дәрігер жоқ. Лос-Анджелесте тегін емханада қаралғам. Жұрт сені көп мақтайды. Олардың сенімдерін ақтаймын, сэр. Маған тағы бір мүмкіндік берсеңіз. Оған қақым бар деп ойлайсың ба? Дәл солай. Жарайды. Дәрігерге барып, жағдайыңды түсіндір. Сосын жаттығасың. Жарай ма? Рахмет. Гевин? Сен бір қайырымды іс жасадың. Иә? Қолымнан келген істедім. Ал енді сауық кешке баратындай киініп алып, бір сағатқа кешіккен себебіңді түсіндірші. Қосалқы құрам. Ньюкасл Юнайтед, Queen's Park Rangers. Пас бер! Қане, алға! Ұнай ма? Иә. Шалды аяқтан. Қане, жігіттер, абайлаңдар! Есі дұрыс па, осылайды ойнай ма екен? Көрсетем оған. Гол! Иә! Жігіттер, абайлаңдар! Жөндеп ойнасаңшы, Мегауан. Өзі кінәлі. Хью, қане бергел. Енді аяқтан шалма. Соңғы рет ескертем. Тағы қайталанатын болса, алаңнан қуыласың. Аяқтан шалудың қалай екен білсін? Мен ұнатпайтын едім ғой. Иә, бірақ сен жарақаттансаң, қарындасымның көңілі түседі. Қырындап жүрме, желкең тізем. Қосалқы құрам. Ньюкасл Юнайтед, Мидлсбро.
Жарайсың! Жарады! Гол! Жарайсың! Рахмет. Абайла, Жарайды, құлап қалмайын. сәлек қалды. Енді бір бас балдық. Мінекей болды. Енді қара. Мәссаған, қандай әдемі. Сенесің бе? Жоқ. Бір ай бұрын ғана осы қаламен сенімен қош айтыспақ едім. Енді келісім шартпен осы пәтерге ие болдым. Қанша тұрады екен? Гавина. Бұл менің досым Гавин. Сәлем. Ау. Мұнда қыздарда келуге болмайтынын айтпаппын ғой. Кешіріңіз, мен кетейін бе? Әзіл дегенім ғой. Чао, Белла. Чао. Қалайсың? Қысылмаңдар, түрлетіңдер. Ішіп жем тоңазытқышта. Тапсырыспен әкелінген пицца мен қыздардың іш киімі. Оның қандай жігіт екенін түсіну қиын емес. Ол жақсы жігіт. Мені құтқарған есіңде ме? Оның қандай атақты екенін білем. Біз кәсіби ойыншымыз. Футбол өміріміздің мәні. Қош келдің. Қалайсың? Маған хабарлас. Әйелің қалай? Жақсы, рахмет. Қалайсың, Гевин? Жақсы. Сәлем. Жақсы, көріскенше жарай ма? Досым екеумізге. Жүр, достым екеуміз вип-зонға барайық. Қанеки? Иә. Колин, оның айтқан сөзіне құлақ аспа. Өйткені олардың бастықтары есалаң. Жаттықтырушы бәрін біле тұра үндемесе, ол да есалаң. Ойыншылар оны білет. Барлық жерде солай топ-топқа бөлінеді емес пе? Иә. Түсіндің ме мені? Жарайды. Гавин! Қимылдаңдар. Жарайды, кейін сөйлесерміз. Нақұрыс. Ай, нақұрыс. Қалайсың, достым? Бұл Санти. Сәлеметсіз бе? Санти жақсы ойнайтынын естідім. Қосалқы құрамда бір-екі рет гол соққан. Мә саған. Солай ғой. Жарайсың. Сәлем. Сәлем, қалайсың? Сонымен, Санти, маусымның соңына дейін келісімге отырдың ба? Сені кім алған сұрауыма бола ма? Глен. Глен Фой ма? Ол көлік жөндемей ме? Иә, бірақ ол... Мен дұрыс түсін, ол жақсы жігіт, және жақсы футболшы болған. Бірақ ол келісім шарт жасау жайлы не білет дейсің? Жарнамадан оның не хабар бар? Негізгі командаға іліккен соң, Санти, саған арнап, қымбат роликке тапсырыс берем. Бұл ұсынысыма қалай қарайсың? Санти? Жігітім, билеуге қалай қарайсың? Байқа, ол сәлсаның түбін түсіреді. Жоқ, рахмет. Алло? Сантьяго? Аға, қалыңыз қалай? Мәссаған. Әке, Сантьяго ғой. Сізбен сөйлесемін дейді. Мен үйде жоқты. Енді жігіттерді алаңға апар. Бойларын жазсын. Ол мен қуып шықты. Ек көзім сенде, Хью. Душта көрсеміз, Бобби. Не болды? Мен жаңа ғана қосалқы құрамда ойнайтындардың тізімін көріп келе жатырмын. Мені командаға қоспапты. Тіпті қосалқы топта да жоқпын. Қайда тұр десеңіз, мен сонда тұрамын. Оң қаптал болсын, сол қаптал болсын. Сен шығарға мен емес балам. Сен енді менің қарамағым демесің. Не айтып тұрсыз? Сен бүгін мына жігіттермен Лондонда ойнайсың. Сантьяго!
Неменеге тұрсың? Кел бері! Ал жігіттер, жаттығамыз, кәнеки. Ньюкасл Челсиді жеңіп, әзірге жақсы нәтиже көрсетіп келеді, бірақ Ливерпуль олардан кем түспейді. Ньюкаслдың бір кемшілігі ойыншыларының көбі жарақат алған. Сондықтан команда әлсіз. Ал қосалқы құрамдағы Сантьяго Мунез деген ойыншы ешкімге танымал емес. Я, дәл солай. Оны Лос-Анджелесте саябақта ойнап жүрген жерінен Ньюкаслдың бұрынғы жартылай қорғаушысы Глен Фой байқап қалған екен. Жағдайыңыз қалай? Жақсы. Тағы шупай алсақ тіпті жақсы болар еді. Моньес. Моньес. Қазір алаңға шығасың. Бұл батыл шешім, бірақ бапкерде керемет таңдауды жоқ. Жаңа ойыншының өзін көрсетіп қалу үшін бұл таптырмайтын мүмкіндік. Барыңды салып ойна. Мүмкіндікті жіберме. Қане, күртеңді шеш. Қане, қолыңнан не келетінін көрсет. Мынау кім тағы? Бұл менің ұлым. Менің балам Сантьяго. Мен оның әкесімін. Гол соқса саған сыралып берем. Қане, қасымызға отыр. Кел отырсаңшы. Грасиас. Грасиас. Ньюкасл командасында алмасу. 13-ші номерлі Карл Фрэнсистің орнына 26-ші номерлі Сантьяго Мунез шықты. Қане? Мунез тамаша дриблинг жасап келеді. Қап, аяқтан шалып. Енді пенальти соғады. Қап! Қане, жігіттер, гол соғыңдар. Оңбағандар! Қазір пенальти соғады. Қанеки! Уайымдамаңыз. Мына плейбой допты қайталды. Жігіттер, сабыр сақтаңдар, мақұл ма? Шешуші сәт. Жарайсың! Жарайсың. Қазір саған sıra алып берейін. Ерте асықпа! Ньюкасл, қане! Жарайсың, Санчи! Қане, жігіттер, алға! Ойынның аяқталуына санаулы секунд қалды. Соған қарағанда бүгін Ньюкасл ойыншылары көтеріңкі көңіл күймен қайтатын сияқты. Жарайсыңдар, жігіттер! Жарайсыңдар. Жақсы, жатып демалыңыз. Иә. Жарайсың, мексикалық жігіт. Иә. Мунез, Жарайсыңдар. Жақсы ойнадыңдар. айып добын соғатын кезде не көрдің? Мен қақпаны көрдім. Иә, қақпаны. Жақсы позицияда тұрған екі ойыншыны көруің керек еді. Атақты ойламай, пас беру керек. Рахмет. Сәлем, қалың қалай? Рахмет. Жақсы. Соны ойындамай-ақ қойшы. Бапкер бәрімен солай сөйлеседі. Сен жақсы ойнадың, оны барлығы көрді. Өте тамаша ойнадың. Джонни. Сантьяго.
Құттықтаймын, жақсы ойнадың. Рахмет. Менің отбасым түгел Реал Мадридке жанкүйер. Әсіресе әжем сізді жақсы көреді. Осы бетіңнен тайма. Сонда сен де биіктен көрінесің. Жарайды. Көріскенше. Танысқаныма қуаныштымын. Оны өзіңде жақсы білесің ғой, қызмет көрсету. Гэвин. Достармен танысып қой, бұл Зизу, Хола. бұл Рауль, Сәлем. Сантьяго Мунис. Сантьяго Мунес. Мұнамен несіне дос болып жүрсің? Көлік болған соң. Иә. Иә. Жа, біздің кетуіміз керек. Жақсы. Мен де қуаныштымын. Қуаныштымын. Көріскенше. Gracias. Сау болыңдар. Жақсы сау болыңдар. Олар бірге жарнамаға түседі. Көп ақша Санди. Жүр кетейікші, Иә. ішім пісіп кетті. Ау? Неге? Қайда барамыз? Бұл менің қалам Санди. Жігіттер қайда жүрсіңдер? Сендерге арнап сауық кеш ұйымдастырып қойдым. Жүріңдер, жоғарыға көтерлейік. Кеш осында да көңілді өтіп жатыр ғой. Көңілді дейсің бе? Жүріңдер, соңымнан еріңдер. Жоғарыға бармаймыз ба? Жігіттер, нағыз сауық кеш осында. Доп тебудің маманы, а? Қане қолынан не келетінін көрсет. Ұялмасаң женді. Сауық кеші көңіліңнен шықпады ма? Қалай айтсам екен? Мұнда қыздарға ештеңе айтпасаң да болады. Кездесіп жүрген қызым бар. Енді ол менің қызым деп ойлаймын. Оны жақсы көрем. Оның жолы болыпты. Гэвинмен қалай таныстыңдар? Сауық кеште. Осындай кештің бірінде. Сәнбикелер, рокерлер, футболшылар. Қазір кетем. Ал ол мұны байқамайды қалады. Маған ештеңе түсіндіргің келмей ме? Түсіндіретін несі бар? Сауық кеште көңіл көтердім. Иә. Клубпен қыдырған кезде, осы клубтың өкілі болып саналасың. Дорнхельм мырза, менің еш кінәм жоқ, оны... Мұндай жағдайға тап болған екенсің, кінәлі болып саналасың. Екіншісі кім? Екіншісі? Мұнда Ньюкаслдың 2 ойыншысы деп жазылған. Екіншісі кім? Оны айта алмаймын, мырза. Сонда сұрағыма жауап бергің келмей ме? Иә. Роз, саған фото жайлы түсіндірейін деп ем. Қайдағы фото? Газетке шыққан фото. Мен газет оқымаймын. Демек көрген жоқсың ғой? Иә. Оған мен көрсеттім. Кеш көңілді өткен сияқты ғой. Әлгі қыз сондай сымбатты екен. Негіз олай болған жоқ. Тыңдашы Мен ол жайында сөйлескім келмейді. Мен бос емеспін. Ақыры келген екенсің, досың Джеймидің қалын сұрасаңшы. Ол Б бөлігіндегі тексеру бөлмесінде. Сәлем. Сәлем, Санти. Саған не болған? Ойын кезінде сіңірімді созып алдым. Дәрігер тексеруден өтуің керек деп осында жіберді. Ештеңе етпейді, уайымдама. Қазір бәрін емдеуге болады. Білмеймін, ауыр жарақат алған сияқтымын. Жағдайым мәз емес. Енді сәл-сәл үйренуді кейінге қалдыруға тура келеді. Бәрі қиын болатын болды ау. Аяғының шеміршегі зақымданған. Және тізесіндегі сіңірі үзілген. Мен бәрібір түсінбеймін. Ол енді футбол ойнай ала ма? Аяғынан айырылғысы келмесе ойнауға болмайды. Келдің бе? Мені ұстап бермегеніңе рахмет. Айтып қойсаң шаруам бітер еді. Осымен есептесік қой. Саған қарыз емеспін, солай ма?
Қойсаңшы. Неге өміріңді ойламайсың, бауырым? Кристинадан айырылдың. Ол қайтып келеді. Келмейді. Ешқашан. Ол сенің жексұрын достарыңды жек көреді. Әлгі фото газет бетіне қайдан пайда болды? Оны бұлыта берген. Ал екінші дос Смағың сен жүрген жерлердің бәрінде есірткі сатумен болған. Мен ештеңе көрмейді деп ойлайсың ба? Қазір жұлдызымыз жанып тұрған шақ. Қанша уақыт ойнайтынымызды бір құдай біледі. Жолымыз болса 10 жыл. Ал Джейми сияқты ауыр жарақат алып қалсақ ше. Сосын кімге керек боламыз? Кетейдін. Бар, жоғал. Tarea cumplida. ¿Ya subieron todo? A ver, pásame las cosas. Ya no queda nada. Әкем қайда? Суыр қақты жөндеп жатыр. Әке, кеттік. Әке! Әке! Әке, тұрыңызшы! Әке, тұрыңыз деймін! Глен, сәлем. Саған барып әлгі газет жайында түсіндірмегем. Сантьяго, Лос-Анджелестен әжең хабарласты. Глен, не болды? Әкесінің жүрегі ұстап қалыпты. Жазылып кете ме? Қайтыс болыпты. Глен, Өзім апарам. әкел өзім. Жасаған жақсылығыңа рахмет. Жақсы жолым болсын. Иә, мырза, рахмет. Өте жақсы. Саған да рахмет. Басеке. Сізге айтар сөзім бар. Тыңдап тұрмын. Әлгі сауық кештегі екінші ойыншы менмін. Мәссаған. Сол сауық кешке Сантиді ертіп апарған мен едім. Қоярда қоймай ертіп бардым. Ол жақсы жігіт. Барлығына мен кінәлімін. Атпал азамат бола тұра, баланың қылығын жасайсыңдар. Келесі жолы кешірет деп ойлама. Өзің нешедесің? 28-де. Жоқ, 29-дасың. Иә, солай шығар. Жас ойыншыларға үлгі болу керек. Алаңда да, одан тыс жерде де. Дұрыс па айтқаным? Толық келісемін, Басеке. Мұны айтқан жалғыз сіз емес. Көп адам айтты. Он 19-шы рейстегі ұшақ Лондон Хитроуға қонды. Барлық халықаралық бағыттар тақтада көрсетілген. Сантьяго, тездет! Болсаң шенді! Сантьяго!
Таста допты! Тездет, қане! Мырза, ұшағыңызға отырыңыз. Жақсылап жаттығыңдар, бүгін жауапты күн. Сен мұнда не істеп жүрсің? Ұшаққа отырмағансың бәлі? Әуежайға бардым. Отырып жақсылап ойландым. Мен бір шешімге келдім. Достарыма мұнда неге жолым болмаған түсіндіріп айтам. Әкем қайтыс болды. Енді үйге барып, бизнесті өз қолыма алуым керек. Иә, мұндай ойлар қайдан келді дейтін шығарсыз? Жоқ. Маған осыны үйреткен әкем болатын. Өзіме деген сенімділікті жойған сол. Ол менің рухтанып, шабыттануыма әрқашан тосқауыл болды. Түсініп тұрсыз ба мені, бапкер? Иә. Маған кешірім жоқ. Менің кемшілігімді бетіме басып айта алатын адам ол сізсіз. Соның өзінде сізбен менің келісуім екі талай. Дұрыс дегенсің, Санти. Елге қайтудың қажеті жоқ. Құдайдың қалауы осы шығар. Иә, балам, аман бол. Сәлем. Жағдайың қалай? Әлі уайымдап жүрсің бе? Әкеммен татуласып та үлгермедім. Сенімен татуласқысы келмеген өзі ғой. Ол мені кешірген жоқ. Сен білмейсің ғой. Оны қайдан білесің? Ал үйге жіберген суреттеріңші. Үйім қайда қалғанын да білмеймін. Жоқ, білесің. Екі жағында қақпасы бар. Жасыл үй. Мінез? Халің қалай? Жақсы Басеке. Білем, әкеден айырылу оңай емес. Әкемнен қалай айырылғаным есімде. Иә, рахмет. Демалсаңшы. Алаңға жауапты адамның жүйкесін жұқартасың ғой. Барып демал. Жоқ. Үлкен алаңда жүрген қалай болатын көргім келеді. Сол үшін жүрмін. Оны сен бүгіні көресің. Ал енді алаң таптама. Por favor. Ливерпульге қарсы ойнайтын болдым. Бізге билет алуды ұмытпа, а? Иә. Жарайсың, балам, жарайсың. Сенің жақсы ойыншы екеніңді бірден байқаған. Көрген бетті осы жігіттен бірдеңе шығады дегенмін. Қой өтірік айтпа. Қарызымды қайтарайын. Таңғасы үшін есіңде ме? Қойсаңшы. Отыр, барып жұмаймыз ба? Мынау Геви Харрис па? Қане, қыздарды алып менің үйме барайық. La vida loca.
Қалжыңдайын. Пицца жеп кино көреміз. Бәлкім, көліктің төбесін көтеру керек шығар. Мен толып қалдым. Пальто сатып ал. Мінеки осы маусымның шешуші матчы да басталу алдында. Ньюкасл мен Ливерпуль. Келесі 90 минутта Ньюкаслдың тағдыры шешіледі. УЕФА кубогіне қатысу үшін бүгін қайтсе де жеңіске жетуі керек. Назарларыңыз бізде болсын. Бұл айрықша қонақтарға арналған орын. Сонымен, сенің басың бос па? Санти алаңға шықты. Сонымен Ньюкасл ойынды жас ойыншы Сантьяго Мунизбен бастады. Оның мұндай ірі матчқа осымен екінші рет қатысуы. Фулхэммен өткен ойында ол өте жақсы өнер көрсетті. Бүгінде аянып қалмайды деген үміттеміз. Алға Сантьяго! Фол! Фол! Қане, Санти, гол соғуың керек, қане. Қабәт деген ай, ойын өте тартысты өтіп жатыр. Екі командада өліспей беріспейтін секілді. Гордон, әуежайдан бір адамды алып келші. Бара алмайым, Томми. Мына жақта да тапсырыс толып жатыр. Кешірім өтінемін. Қане, соқ. Маған ром құя салшы. Қалай болып жатыр? Әзірге бәрі жақсы. Ойын қашан басталды? Жаңа ғана. Мынау Сантьяго ғой. Ливерпуль допты ортаға тепті. Қап мұнысы бекер болды. Мінеки Алан Ширер Ньюкаслға қарсы шабуылға өтті. Оң жақта Мунис қосылды. Көмекке Стивен Кар жеткіп келеді. Допты Дайер алды. Ортадан Харрис қосылды. Мінеки Харрис. Қақпаға соқты. Гол! Гол! Мінеки Ньюкасл ойынды осылай бастады. Керемет! Керемет! Иә! Сыншылар қапы қалды. Қане! Ньюкасл Юнайтедтің 10-шы ойыншысы Гевин Харрис есеп ашты. Айыпдауын соғады. Оны орындайтын Ливерпуль. Қазір олардың күші өте басым. Қызыл жейделер өте шапшаң. Жылдамдығына көзілеспейді, мінеки қақпаға жақындатып қауіпті сәт. Гол! Ливерпуль есепті теңестірді. 1-1. Ньюкасл Юнайтедтің қақпасына гол салған 25-ші ойыншы Игор Бискан. Қабәт деген ай. Сайтын алғыр. Қап! Ньюкасл тағы да доптан айырылып, қарсыластар шабуылға шықты. Барыш допты берді. Гол соғуға жақсы мүмкіндік бар. Қауіпті сәт. Мінеки, Ливерпуль 2-1 есебімен алға шықты.
Қап, құдай-ай! Бұл Ньюкасл үшін ауыр соққы болды. Олар басым түсе ала ма жоқ па әзірге белгісіз. Ньюкасл қақпасына екінші гол салған Милан Барош. Ойынды жалғастырамыз. Ливерпульдің қақпаға салған екі добы Ньюкасл жанкүйерлерін қапы қалдырды. Есесін қайтарма жоқ па қазір көреміз. Екінші тайм басталды. 2-1 есебімен Ливерпуль алды. Ливерпуль шабуылдауға кірісті. Қауіпті сәт. Жерард соқты, сәл ғана мүлт кетті. Ньюкаслдың жағдайы мәз емес. Қане, жігіттер, пас бер. Допқа Мунез ие болды. Допты өте жақсы алып келе жатыр. Ширар, тағы да Мунез. Техникасы керемет екен. Канеки. Пас. Кане. Қане! Пас берсеңші, пас. Пас. Канеки гол. Есеп 2-2. Гол! Иә, жарайсыңдар. Жарайсыңдар. Керемет. Жарайсың. Жігіт. Сен тапқан ойыншы жайлы сөйлесу керек. Не жайлы, Барри? Оған жақсы агент керек. Енді оның атағы абырой асқақтайды. Оған қолдау көрсететін жақсы адам керек. Я білемін, бірақ ол менімен келісім шартқа отырып қойды. Немене? Ньюкасл соңғы сәтті барынша пайдаланып қалуға тырысуда. Егер есептен күйінде қалатын болса, келесі маусымда УЕФА кубогіне Ливерпуль қатысады. 3,5 минут қалды. Осы уақыттың ішінде Ньюкасл гол соғып, жеңіске жете алар ма екен? Қане, допты маған бер. Қане. Қане, алға. Қане. Қане, алға. Соқ. Соқ. Алға. Алға. Ал. Қап. Енді Харрис айып добын теуі тиіс. Фол болды ғой төреші, оны алаңнан қуу керек. Карточка Соны көрсетсін. айтам. Міне Ньюкаслда гол соғуға жақсы мүмкіндік бар. Бұл жолы допты кім тебер екен? Қане, Санти. Санти сен тебесің. Бұл сәттің жауапты екенін жақсы түсініп тұрған шығар. Допта Санти тебет. Санти тебет. Сантьяго Мунез алды. Ойынның аяқталуына санаулы секунд қалды. Бір қаланың намысы түгел осы жігіттің иығына артылып тұр. Ол көптің үмітін ақтауы тиіс. Қане, соқсаңшы енді. Құдай өзің қолдай көр. Қане, балақай. Гол! Жарайсың! Жарайсың! Гол! Алақай! Гол! Мен сені футболдан атпайма деп жүрсем. Қане? Мәсіан, Ньюкаслдың жаңа ойыншысы тамаша гол соғып, жанкүйерлердің төбесін көкке жеткізді. Ол менің немерем, мынау інісі. Осы жердің жігіті. Мен оның әкесін танимын. Солай ма? Осында Фулхэммен ойынды көргенде жанкүйер болған. Әкем осында келген бе? Әрине. Уақыт мәресіне жетті. Ойынның аяқталуына санаулы секундтар қалды. Жарайсың! Біз жеңдік! Санти!
Санти! Саған қоңырау шалып жатыр. Алло, Сантьяго, балам, Хулио екеуміз ойынды көрдік. Бізді Гленнің қызы алып келді. Керемет ойнадың, балам. Иә. Әкең жайлы бір нәрсе айтпақ едім. Балам. Глен! Тоқта, Фулхэммен ойнесін деме? Әкем сол ойынды көріпті. Менің қалай ойнағанымды көріпті. Ол саған қазірде қарап тұрған болар. Сантьяго! So don't try and up my head with your problems. I'm just trying to fix up my bed in the doldrums. Lost behind a silver screen of all the things you could have been.